Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін табиғи коллагенді ынталандыру арқылы бетті көтеріп, әжімдерді азайтатын маска крем және пилинг жасаймыз. Бірінші қадам қол, мойын және бет терісін мұқият тазалайтын пилинг жасаймыз. Ол үшін 2 ас қасық ноқатты блендердің көмегімен ұнтақтаймыз. Ноқат ұны тері тесіктеріндегі қара нүктелерді, кірді және өлі жасушаларды тазалайды. Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Дайын болған ноқат ұнын ыдысқа саламыз. Үстіне 2-3 қасық сүт құямыз. Сүт сүйектеріңізге кальций көзі болып қана қоймай, сонымен қатар тазартқыш ретінде де жақсы әсер етеді. 1 шай қасық лимон шырынын қосамыз. Лимон теріні тазартып, ағартады. Егер сізге видео ұнаса, лайк, пікір қалдырыңыз және рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз. Қоспа қоюланып, жеңіл араласпаса, онда сүттен қосамыз. Қоспа жеңіл араласып, біркелкі болу керек. Пилингті қолға, бетке және мойынға жағамыз. Теріде жұмсақ айналмалы қозғалыстармен уқалаймыз. Содан кейін жылы сумен жуып, жұмсақ сүлгімен құрғатамыз. Енді ромашкадан қартаюға қарсы крем жасаймыз. Түймедақ әжімдермен күресетін антиоксиданттарға бай. Ыдысқа 2 ас қасық түймедақ саламыз. Үстіне 150 мг су құйып, араластырып, баяу отта 5 минут қайнатамыз. Түймедақ гүлі барлық тері түрлеріне жарамды. Бет бұлшық еттерін босаңсытып, қан айналымын арттыра отырып, түймедақ әжімдермен күресуге көмектеседі. Дайын болған түймедақ қайнатпасын суытып, ыдысқа електен өткізіп құйып аламыз. Түймедақ қайнатпасына 1 ас қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Қоспаны ыдысқа құямыз. Баяу отқа қойып, үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Дайын болған маска негізін суытып, ыдысқа құйып аламыз. Бізге кокос майы керек. Әлі жылы болған кезде жарты шай қасық кокос майын қосып, жақсылап араластырамыз. Кокос майы теріні жасартып, сергітеді.
Және жарты шай қасық шабдалы майынан қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл рецепт табиғи ботокс сияқты. Әжімдерді кетіріп, теріңізді қатайтыңыз. Дайын болған маска кремді шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз. Маска кремді қолданар алдында білегіңізге жағып 15 минутқа сынап көріңіз. Бұл масканы аптасына 3-4 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Көргеніңізге рахмет, келесі кездескенше.